Домбыра көнеден қалған асыл мұра, көзіміздің қарашығы, әрі ұлттық кодымыздың айнымас бөлігі. 2018 жылдан бастап ұлттық домбыра күні республикада кең көлемде аталып келеді. Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Сүгір сынды бабаларымыздан мирас болып қалған күй өнерін жандандыруда бұл күннің алар орны ерекше. Аталған мерекеге орай әдебиет және өнер музейі қызметкерлері музей қорындағы танымал тұлғалардың домбыралары жайындағы «Бабамнан қалған мұра сен болмасаң» атты бейнероликтер циклін назарларыңызға ұсынады. Көкен Шәкеев, Қазақстанның халық ақыны, Қазақстанның ақын және жыршылар қоғамының президенті, көптеген республикалық айтыстардың жеңімпазы және жүлдегері. Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері, 13 жасынан лирикалық және поэтикалық шығармашылықпен айналысты. Көптеген айтыстарға қатысты. Жергілікті Көкшетау ақындарының мектебін басқарған. Көп жылдық еңбегі еленіп, медаль ордендермен марапатталды. Ұзақ шығармашылық ғұмырында Қабанбай батыр және Бөгенбай батыр эпосын шырқап, таратушы, насихаттаушы, сонымен қатар ұлттық мұраларды сақтаушы. Музейде сақтаулы тұрған бұл домбыра Алматы жиһаз фабрикасында жасалған. Көкен ақсақалдың балалары тапсырған. Бұл жәдігер қалақ домбыра пішіндес, беті лақталған және бет тақтайына ою басылған. Бұл домбыра Көкен атамыздың көзіндей болып, қазір музей экспозициясында көпшіліктің көзайымына айналған. Құрметті отандастар, ұлттық домбыра күні құтты болсын. Ұрпақтың игілігіне қызмет етіп келе жатқан халқымыздың рухани мол мұрасы ғасырдан ғасырға жетіп, ұлттық тұтастығымызға тұғыр болғай.